Бүгінгі біздің уағыздың тақырыбы кешегі батыр, бүгінгі қуғын. Немесе кешегі батыр, бүгінгі қашқын. Кеше ол адам батыр болған. Ал бүгін бірақ ол қасжау. Осы туралы болады. Енді осы уағыз айтпас бұрын, мен баяғыда семинарияда оқып жүрген кезде, егер осы жаңа өсиетті зерттейтін сондай адам болсаңыз, осы Джонатан Пеннингтон деген бір осы жаңа өсиетті зерттеуші ғалымның бар екен білуіңіз мүмкін. Енді сол кісі менің профессорым болған. Сол кісі айтады да, енді бізге сабақ беріп жатқан кезде, айтады, біз сендерден жаңағы ғалым дайындамақпыз, бағушы дайындаймыз, профессор дайындаймыз, ертең өз елдеріңе қайтып барасыңдар, сол жерде уағыз айтасыңдар, немесе осы жерде қалып бір семинарияда профессор боласыңдар. Сол кезде, енді ондай қызметте жүргенде, ең жиі кездесетін нәрсе адамдардың арасындағы қарым-қатынастың қиындығы. Сондықтан ол айтады да, енді әрине бізге киелі кітап бізге бұйырғандай, киелі кітап бізге әмір еткендей, біз әрдайым барлық адамдармен тату-тәтті өмір сүруге шақырылғанбыз. Біздің өмірімізде конфликт өте аз болу керек, немесе мүлдем жоқ болу керек. Және ол бізге айтады да, мысалы, адамдармен сондай конфликттің жағдайға түсіп қалмау үшін не істеу керек екен. Адамдармен жылы сөйлес, артық сөз айтпа, жаңағы жақсы лидер болу дегеніміз, ол даже өзіңе ұнамайтын, өзің жақтыртпайтын адамдармен бірге бір мақсатта жұмыс істей алу, бір бағытта жүре алу қабілеті, ол да осы бір жетекшіліктің, лидерліктің бір қасиеті болып табылады. Бірақ дейді, ол кісі айтады, кейде дейді, сен не істесең де, қанша жақсылық істесең де, бәрібір сен жақтыртпайтын біреу болады дейді. Бүгінгі уағыз сол туралы. Кешегі батыр, бүгінгі қуғын. Енді мен мына жерде кішкене қате жазып жіберіппін аздап. Біз 5-ші аяттан емес, біз 6-ші аяттан бастап оқимыз бүгін. Бұл 1-ші патшалықтар кітабы, 18-ші тарау, 6-16. Мына біздің ағылшын тілінде оқитын адамдарға айтайын. It's not First Kings, it's First Samuel. 1-ші патшалықтар, 18-ші тарау, 6-ші аяттан бастап, 16-ші аяттың соңына дейін. Дәуіт Филистердің көзін құртып, жаңағы Филистер деп тұрғанымыз бұл жердегі ол Голиат. Көзін құртып, бүкіл жасақ елге қайтып келе жатқанда, Саул патшаны қарсы алу үшін Израильдің барлық қалаларынан әйелдер алдарынан шықты. Олар ән айтып, би билеп, даңғыралада ойнап, қуана әндетіп, 3 ішекті аспаптарды шертіп ойнап жүрді. Әйелдер би билеп, Саул мыңдаған жауын жеңіп жойды, ал Дәуіттің жойғаны 10 мың болды, деп дауыстап ән салды. Ал Саул қатты ашуланып, бұл сөздерді тіпті жақтырмай, олар Дәуітке 10 мыңдаған, ал маған не бар, мыңдаған жеңілген жау үшін мақтау айтты. Енді оған жетпей тұрғаны патшалық билік қана, деп налыды. Сол күннен бастап Саул Дәуітке қызғанышпен қарайтын болды. Келесі күні Құдай жіберген қинайтын рух Саулға қайтадан бас салып, ол сарайында ерекше көңіл күйіне түсіп мазасызданды. Дәуіт оны тыныштандыру үшін бұрынғыша күй тартып отырды. Саулдың қолында түс сүңгісі бар болатын. Дәуітті қабырғаға қадап тастайыншы деген оймен патша сүңгісін оған қарай лақтырып жіберді. Бірақ Дәуіт жалтарып үлгерді. Екінші ретте де солай болды. Саул Дәуіттен қорқа бастады. Себебі жаратқан иенің өзін тастап Дәуітке жар болғанына көзі жетті. Оны қасынан алыстатып мыңбас етіп қойды. Бұдан былай Дәуіт сарбаздарын жорықтарға бастап жүрді. Ол қай істе де парасаттылық танытып отырды. Өйткені жаратқан ие оған жар болды. Дәуіттің табыстарын көргенде Саул одан бетер сескенді. Бірақ бүкіл Израиль мен Яһуданың халқы өздерін жорықтарға бастап шығатын Дәуітті жақсы көрді. Бұл бүгін біздің оқыған үзінді, бірақ негізі шын мәнінде біз осы 18-ші тарауды толығымен қарастыратын боламыз. Енді осы оқыған аяттарды өз сөзімізбен айтып жеткізсек, осы аяттарға емес, өз сөзімізбен айтып түсіндірсек, бұл үзіндінің мазмұны мынандай. Дәуіт жаңа ғана бойы 2,5 метрлік алып Голиатты жеңді. Жаңағы Филистерлік деп 6-ші аяттан басталғанымыз, жаңағы ол Филистерлік, ол Голиат. Ол жайында өткен жол біздің Рауан бауырымыз осы туралы бір жақсы уағыз айтқан.
Дәуіт, оның маңыздылығы қандай екен. Енді міне Дәуіт және бүкіл Израиль халқының жаңағы патшасы, оның әскері жаңағы соғысты бітіріп елге қайтып келе жатыр. Елге қайтып келе жатқан кезде халық шығады. Мына жерде әйелдер деп тұр, оның ішінде әйелдер ғана емес, оның бәрі бар. Бірақ әйелдердің жаңағы музыкальный слухы жақсы болғандықтан шығар бұл жерде әйелдер деп жазып қойғаны. Бәрі шығады да жаңағы енді әскерді қарсы алады, жеңімпаздар келе жатыр. Жеңімпаздарды қарсы алады. Қарсы алған кезде олар өлең айтады. Өлең сөзі былай кетеді. Дәуіттің жеңгені 10 мың, Саулдың жеңгені 1 мың деп өлең айтады. Жаңағы сөздер біздің патша Саулға ұнамай қалады. Содан бастап ол жаңа ғана филистерлікті жеңіп шыққан, Голиатты жеңіп шыққан Дәуітті қуғындай бастайды. Оны қуғандағанда жай қуғындамайды. Оны өлтіріп тастамақ болады, 1-2 рет. Мына жерде біздің аяттар бойынша оны 2 рет өлтірмек болады. Ал бірақ Дәуіттің жаңағы Саулдың қаншалықты қуғындағанына қарамастан, Дәуіттің абырой атағы арта түсті дейді. Біздің аят сонымен аяқталады. Бірақ бүкіл Израиль мен Яһуданың халқы өздерін жорықтарға бастап шығатын Дәуітті жақсы көрді дейді. Енді осы аяттарды біз тереңірек түсіну үшін, қазір біз осы біздің контекстке қарайық, немесе біздің неге қарайық, біздің кейіпкерлерге қарайық. Олардың ішінде кім бар? Басты кейіпкерлер және олардың қарым-қатынасы. Егер біз аятты асықпай, аптықпай, ақырын оқысақ, біз мына нәрсені байқаймыз. Біріншіден, ол әрине Дәуіт, сөзсіз батыр. Жаңа орысша айтқанда восходящая звезда. Жұлдызы жаңа жанған, сондай жаңағы атақ-даңқ өсіп келе жатқан, кешегі бақташы, бүгінгі батыр. Бірақ кешегі батыр бүгінгі қуғынға айналайын деп тұр. Голиатты жеңген батыр. Келесі. Енді келесі деген кезде бұл жерде патшаның отбасы. Патшаның отбасы дегеніміз ол Саул патшаның отбасы. Және Саул патшаның отбасының жеке-жеке мүшесіне қарасақ, әрқайсының Дәуітке деген қарым-қатынасы бөлек екен. Біріншісі, әрине осы әулеттің жаңағы лидері, осы әулеттің басы Саул патшаның өзі. Ол Дәуітті жек көреді. Дәуіт оған ұнамайды. Ол Дәуіттен сескенеді. Саулдың ойлап тұрғаны, жаңа ол монарх қой. Монарх дегеніміз патшалық билік әкеден балаға өту керек. Ал мына жерде енді Саулдың көріп тұрғаны, Дәуіттің атағы халықтың алдында өсіп барады. Дәуіттің атақ даңқы артып барады. Сондықтан менің ұлым Джонатан патша болмай қалады деп содан қорқып тұр. Саул сондықтан Дәуітті жек көреді. Келесі, сол жаңағы Саулдың ойындағы, Саулдың көзқарасындағы келесі ханзада. Немесе келесі мұрагер. Осы патшалыққа ие болып қалатын адам келесі патша Джонатан. Бірақ Джонатан Дәуіттің туған ұлы болғанмен, Саулдың туған ұлы болғанмен, ол Дәуіттің жан досы. Мына 18-ші тараудың осы 1-4 аяттарын оқысақ, осы тура біздің үзіндінің алдындағы аяттарды оқысақ, біз нені көреміз? Джонатан мен Дәуіт бір-біріне серттесіп дос болады. Екеуміз жан дос болайық дейді. Және сол достың белгісі ретінде Джонатан алады да өзінің бүкіл қару-жарағын Дәуітке береді. Егер сіз тура сол заманның мәдениетіне, сол заманның салт дәстүріне сай уақытқа кері шегініп барсаңыз, ол мүмкін адам ойламайтын жағдай. Себебі болашақтағы заңды ханзада және былайша айтқанда заңсыз патшалыққа қауіп төндіріп тұрған монархтың отбасына, әулетіне қауіп төндіріп тұрған адам Дәуіт. Негіз олар бір-бірін жаңағы қырып жойып, бір-бірімен қырқысу керек. Бір-бірін жаңағы керісінше жанын жаһаннамға аттандыруға тырысу керек. Бірақ Джонатан алады да өзінің қаруын Дәуітке береді. Ол деген жаңағы былайша айтқанда осы биліктің мен саған беремін, мен немесе өзімнің өмірімді саған беремін, немесе саған сеніп тапсырамын деген өте бір үлкен сүйіспеншіліктің белгісі. Енді қараңыз, біреуінде қару көп, екіншісінде қару жоқ. Егер қазір екеуі Құдай сақтасын, бірақ егер төбелесіп қалатын болса, кім жеңіп шығарады? Әрине Дәуіт жеңіп шығарады, себебі Дәуіттің қолында қару бар. Бірақ сол қаруды Дәуіт Джонатаннан тартып алған жоқ. Немесе айласын асырып кетіп, оны алдап соғып, Джонатанның қаруын тартып алған жоқ. Джонатан керісінше өз еркімен кеп Дәуітке қолындағы барлық қаруын берді. Өзінің сондай асқан достығының белгісі ретінде. Бұл жерде заңды тұрғыдан, осы заңның тілімен айтқанда, Джонатан билік иесі. Билік иесі өзінің қаруын келіп,
жаңағы өзінің былайша айтқанда сарбазына немесе өзінен деңгейі төмен адамға қаруын бере салды. Достықтың белгісі ретінде өз еркімен істеді. Келесі адам Мерап. Бұл Саулдың үлкен қызы, Саулдың тұңғыш қызы. Бұл неге маңызды? Себебі осы бірінші патшалықтар 18-ші тарау 17-ші аятта Саул патша не дейді? Ол былай дейді ғой, мен жаңағы кімге, Дәуітке өзімнің қызымды берем деп уәде етеді. Бірақ біз білеміз, кейін ол жаңағы сөзінен тайып кетеді. Ол Мерапты басқа біреуге береді. Дәуіт в общем сол кезде, тура сол кезде уақыты келген кезде патшаның күйеу баласы болу керек болған, бірақ ол жүзеге аспай қалды. Дегенмен Мерап бұл жерде қалай? Мераптың біз ешбір сөз айтқан естімейміз. Дегенмен оның патшаның жаңағы Дәуітке күйеуге шығуына қарсы емес екенін көреміз. Яғни Мерап бұл жерде ол Дәуітті жақсы да көрмейді, жек те көрмейді. Бірақ егер әкесі бұйрық берсе, Дәуітке күйеуге шығудан қарсы емес. Үшіншісі Михол. Михол бұл керісінше Саулдың кіші қызы, бірақ Дәуітті жақсы көреді. Бұл Дәуітті жақсы көреді. Осыны алу үшін Дәуіт кейін барып жаңағы 200 филистерді қырады, өлтіреді. Солардың дәлелі ретінде, қалың мал ретінде алып келеді. Михол Дәуітті жақсы көреді. Осы бұл патшаның отбасы, бұл патшаның үйі. Енді осы қарасаңыздар, біз мынаны байқайсыздар. Мынандай бір контрасты байқайсыздар. Саул патшаның осы әулеттің жаңағы лидері, жетекшісі, ақсақалы Дәуітті жек көреді. Бірақ оның отбасының қалған мүшелері Дәуітті жақсы көреді. Бұл да бір қызық жағдай, егер сіз осы аяттарды асықпай, аптықпай оқысаңыз. Ары қарай, патшаның нөкерлері. Дәуіттің даңқының артқаны соншалықты, тіпті Саул патшаның өзінің нөкерлері де кімді жақсы көреді? Дәуітті жақсы көреді. Ал ары қарайсын біз білеміз, бүкіл халық Дәуітті жақсы көреді. Енді бұл жердегі Саулдың қорқып тұрғаны бір жағынан дұрыс. Ол біліп тұр, келесі патша ол Дәуіт болып кетеді. Саул содан қорқып тұр. Және бұны егер осыған дұрыстап қарасаңыздар, осы аяттарға, әсіресе Джонатанның атына қарасақ, Джонатанның кім екеніне қарасақ, осы кітаптың 23-ші тарау 17-ші аятында Джонатан мынандай сөздер айтады. Қорықпа, әкемнің қолына ешқашан түспейсің. Сен Израильдің патшасы, ал мен елдің сенен кейінгі екінші адам боламын. Мұны әкем де жақсы біледі деп жігерлендіреді дейді. Бұл Джонатанның Дәуітке айтқан сөздері. Джонатан айтады, мен семен дейді, дос болғым келеді. Сен менің жан досымсың, бірақ сенің мәртебең ертең асып, мен сенен кейінгі екінші төменгі сатыдағы адам екенімді мен болатынымды мен жақсы білемін, мен оны түсінемін дейді. Және мен онымен келісемін сол жағдаймен. Мен бұл жағдайды қолданамын дейді. Келесі ханзада, мұрагер. Керісінше бұл жерде Дәуіт пен Джонатанның арасында негізі Джонатан патша болу керек. Сол уақыттың, сол кездің логикасы бойынша. Бірақ Құдайдың еркіне сай, Құдайдың қалау ниетінде, Құдайдың осы Израиль халқына деген белгілеген жоспарында келесі патша Саулдан кейін Дәуіт болу керек. Бұл жерде біз әкесі Құдайдың еркіне қарсы. Саул Құдайдың еркімен келісіп тұрған жоқ. Саул Құдай таңдаған адамды өлтіргісі кеп тұр. Сол Құдай таңдаған адамның көзін құртқысы кеп тұр. Бірақ оның баласы Құдайдың еркін қабылдап тұр. Бұл жаңадан шыққан батыр, бұл жас батыр. Және оның батыр болғаны, осы жаңағы біз 23-17 бойынша, ол жай ғана осы саяси жағдайлардың нәтижесінен, солардың нәтижесі ретінде ғана Дәуіт патша болайын деп тұрған жоқ. Джонатанның түсінгені, Дәуіттің түсінгені, Дәуітті жаңағы майлаған патшалыққа майланған Самуилдың білгені, бұның бәрі Құдайдың еркі екенін біледі. Осы адамдардың бәрі Дәуіттің келесі патша болатын себебі Дәуіттің тек жаңа Голиатты жеңіп тастағандықтан емес, немесе оның сондай халықтың алдында сондай өте қатты популярный болып кеткендіктен емес. Ең бірінші себеп, ең бірінші және жалғыз себеп ол Құдайдың еркі болғандықтан. Біздің түсінетініміз. Осы кейіпкерлердің қарым-қатынасы. Және осы кейіпкерлердің қарым-қатынасында біз олардың өзара қарым-қатынасын түсінуіміз керек, және олардың Құдаймен қарым-қатынасын түсінуіміз керек. Бұл жердегі яғни Саул Құдайдың еркіне қарсы адам. Дәуіт Құдайдың еркінің осы жердегі басты кейіпкері. Келесі ары қарай жылжайық. Енді осы жердегі Құдайдың өзі.
Құдай Дәуітті жек көретіндер кімдер? Қараңыздар, Құдай Дәуітті жек көретіндер, филистирлер Дәуітті жек көреді. Саул патша мен филистирлер екеуі бір жақ болып тұр қазір. Екеуі де Дәуітті жек көреді. Енді ары қарайық. Енді осының бәрінің дирижері, немесе осы жағдайдың бәрінің басты авторы ол Құдай. Осы тарихты жазушысы, ол осы тарихтың қиюынан қиыстырып, осы тарихты жылжытып отырғаны, әрбір мезгілдерді, уақыттарды, адамдарды, жағдайларды осы тізбектеп бір жаңағы тарихқа әкеп отырған ол Құдайдың өзі. Сол Құдай не істеді? Құдай осы жерде қарасақ, осы біздің үзінді бойынша 3 нәрсе атқарған екен. Біріншісі, Құдайдың рухы Саулды қинайды. Саулды қинайды. Екіншісі, жаратқан ие Саулды тастап кетті. Үшіншісі, жаратқан ие Дәуітке жар болады. Тек бұны былай ғана болып тұрған жоқ. Мысалы, қараңыз, осының екеуі ғана жүзеге асып, немесе біреу ғана жүзеге асып тұрған жоқ. Біріншіден, біз осы хронология бойынша, біздің аяттарда осылай шығады. Бірақ біз түсінеміз. Бірінші, жаратқан иенің рухы Саулды тастап кетеді. Одан кейін Құдайдың рухының орнына керісінше оны қинайтын рух келеді. Ал Құдайдың рухы кезінде осы Саулға жар болған Құдайдың рухы енді Дәуітке жар болады. Осы жерде біз анасы римдіктерге арналған хатты есімізге түсірсек болады. Құдай біз жақ болса, кім бізге қарсы тұра алады демекші. Саулдың осы жердегі ең бірінші қас жауы, немесе Саулға қарсы тұрушы ең басты күш, ең негізгі күш, оның ең басты қарсыласы ол Дәуіт емес, біздің аяттар бойынша. Саулдың ең басты қарсыласы ол Құдайдың рухы, ол Құдайдың өзі. Сондықтан Саул жаңа Құдайдың еркін жүзеге асырмаймын деп Дәуітті қанша қудалағанын түк шықпайтынын біз білеміз. Бірақ оның әрбір осындай бір қадамы, оның осы Дәуіттің көзін құртуға жасалған әрбір оның іс-әрекеті, оның Құдайға қарсы жасаған іс-әрекеті болып тұр. Сондықтан бұл жерде біздің үйренетініміз, біз алатын бір сабақ, біздің өмірімізде, біздің жағдайда, біздің маңайымызда болып жатқан Құдайдың еркі қандай. Құдай кімді қазір біздің өмірімізге алып келе жатыр. Құдай мүмкін біздің кетіп, орнымызға басқа адамның келгенін қалайтын шығар. Немесе Құдай біздің өмірімізге басқа бір адамның келіп, бір маңызды бір рөл атқаратынын, бізде маңызды бір жаңағы бір маңыздылыққа ие болатын істеп жатқан шығар. Сол бір жағынан біздің көзіміз ашық болу керек. Келесі, енді Саулдың мінезі мен сезіміне қарайық. Осы жерде ол қалай басталады? Осы біздің аяттар бойынша, біздің үзінді бойынша, бұл Саулдың мінезі немесе Саулдың бойындағы сезімдер. Және бұның ешқайсысы бізге ұнамайды. Саул біз үшін ол жағымсыз кейіпкер. Осы оқиғадағы, осы жаңағы үзіндіде Саул ол жағымсыз кейіпкер. Және мен сіздерге мына былай оқуды қалайын. Қызғаныш, мазасыздық, қорқыныш, жек көру, айлакерлік, және ең соңғысы өлтіру. Енді осы жерде біз бірінші қызғаныштан бастайық. Қызғанышты тудырған мына сөздер келіп кітапта. Осы Саулдың қызғанышын тудырған. Саулдың жеңгені 1000, Дәуіттің жеңгені 10.000. Деген сөздер Дәуітті, жаңағы Саулдың қызғанышын қоздырып, Дәуітке қарсы қойған сөздер осы. Бұған дейін әрине Құдай ол алдын ала белгілеп қойған болатын. Кімнің жаңағы Дәуіттің Израильдің патшасы болатын. Бірақ іс жүзінде, практикада, осы тарихтың даму ретінде Саулдың қызғанышын тудырған мына сөздер. Адамдар келіп мақтайды. Енді сіз қалай ойлайсыз? Егер біреу сізге айтса, осы жерге Саулдың орнына өзіңізді қойып көріңіз. Әрине мен білем, біз бәріміз әрқашан, әр уақытта өзімізді Дәуіттің орнына қоямыз. Қазір бірақ 1 секундқа, бір 15 секундқа осындай өз ойымызда осындай бір эксперимент жасап көрейік. Өзімізді Дәуіттің орнына емес, қазір өзімізді Саулдың орнына қойып көрейік. Сіздің жан дүниеңізді, бойыңызды қандай сезімдер билейді? Егер біреу сізге сөйтіп айтса, сенің жеңгенің 1000, бірақ ананың жеңгені 10.000. Деп сіздің досыңызды, әріптесіңізді, ініңізді, бауырыңызды біреуді айтты дейік. Сіздің сезіміңіз қалай болады? Сіз ол үшін қуанасыз ба, әлде сіздің 5-6 түрлі болып қаласыз ба? Егер сіз ортаңғы деңгейлі жалпы жай адам болсаңыз, сондай ерекше киелі емес, жай кәдімгі
ортаңғы деңгейлі қарапайым мәсіхші болсаң, сіздің ойыңызда жан дүниеңіз бірінші орында қызғаныш билейді. Бірақ енді осы жерде негізі айта кететін жағдай мынандай. Саул, мен қателесуім мүмкін. Егер мен қателесіп жатсам, мен ертең түзетесіздер, басқа ғалымдардың айтуы бойынша былай екен деп. Бірақ негізі ол қыздар, ол жаңағы әйелдер, егер біз жаңағы біздің үзіндіге қайтадан қайтып барып оқысақ, мына аяттар қазір қалай басталады? Дәуіт филистердің көзін құртып, бүкіл жасақ елге қайтып келе жатқанда, Саул патшаны қарсы алу үшін деп басталады біздің аяттар. Саул патшаны, осы 6-шы аятта солай айтылған, қазақ тіліндегі переводта, қазақ тіліндегі аудармада. Жаңағы осы айтылған сөздер, Саулдың қызғанышын тудырған сөздер, олар Саулдың мұқату үшін айтылған сөздер емес негізі, шындық бойынша. Егер біз сол заманның, сол кездің сөйлеу мәнерін дұрыстап зерттесек, сол кездегі тұрақты сөз тіркестерін, тұрақты айтады ғой, фразеологизм деп, сол кездегі мәтелді дұрыстап зерттесек, ол негізі қарапайым сөз болатын. Ол кездегі қыздар, жаңағы әйелдер, олар тек қана біреуін биіктетіп, екіншісін төмендету үшін айтылған сөздер емес, шын мәнінде. Егер мысалы біреу 1000 деген сөз айтсаңыз, ол кезде міндетті түрде 10 000 дегенді айту керек. Жаңағы суперлатив дейді ғой, жаңағы екпінді асыра түсу. Жаңағы керісінше, жаңағы интенсификация дейді ғой, жаңағы соған ерекше мән беру үшін, соған ерекше бір мағына беру үшін, осының ерекше маңызды екені үшін. Жаңағы қыздардың айтайын деп тұрған сөзі негізгі. Дәуіт пен Саул, Саул ол біздің патшамыз, ал Дәуіт оның жақсы бір қолбасшысы, осылардың жеткен жеңісі. Ол қыздар негізгі айтылып тұрған мадақ. Ал осы жердегі автордың айтып тұрған көрсеңіз, олар Саулды қарсы алып тұр. Себебі қарсы алушылар патшаны қарсы алады. Сондықтан бұл жерде автор дұрыс айтып тұр. Бұлар патшаны қарсы алды дейді. Енді маған сіздерге осы сөздерді дәлелдеуім үшін Мысырдан шығу, заңды қайталау 33-17 оқиық. Заңдар қайталау кітабы 33-17-де біз осы жаңағы мәтелдің қайталанғанын көреміз, осы мәтелдің қолданылғанын көреміз. Ол жерде мынандай сөздерді оқимыз. Жүсіптің айбаты тұңғыш бұқаныкіндей, хам күші жабай бұқаның мүйізіндікіндей. Солармен ол күллі бөтен ұлттарды, тіпті жердің түкпіріндегі халықтарды мүйізімен сүзгеніндей жеңіп шығады. Ефрем руының 10 000-даған адамдары, осындай әрі Манасаның 1000-дағандары дейді. Жаңағы Ефрем мен Манас Жүсіптің балалары. Енді осы аяттарға сай қараңыздар. Ефрем руының 10 000-даған адамдар осындай, әрі Манасаның 1000-дағандары дейді. Енді осы сөздерге сай, бұл жерде былай бұл, қараңыз, 10 000 деген сөз қолданылған, және 1000 деген сөз екеуі қатар қолданылған. Екеуінің, осы екі сөз, 10 000-да, 1000-да Жүсіпке байланысты айтылып тұр. Жүсіп бұқа сияқты дейді. Жүсіптен тараған жаңағы ұрпақ, Жүсіптің жаңағы мұрагерлері мықты, керемет, олардың күші көп дейді. Бірақ бір ұлының аты Манас, бір ұлының аты Ефрем. Біреуінің істегені 10 000 адамның істегені сияқты дейді. Екіншісінің істегені 1000 адамдық істеген сияқты дейді. Ол жаңағы сұрақты, жай ғана сұрақты сөз тіркесі. Бұл жердегі осы жыршының айтып тұрғаны Ефремді Манасадан асырып жіберу, немесе Манасаны Ефремнен асырып жіберу емес. Ол осы мадақ, ол екеуін мақта, ол екеуіне деген құрмет тең берілген, тең айтылған. Осы бата айтылып жатылған сөз. Егер осы сөзді Ефремнің немесе Манасаның адамдары Саул сияқты оқитын болса, бір-бірін қудалай бастау керек еді. Бір-бірімен соғыса кету керек еді. Сен бізді 10 000 деп тұрсың ба? Сен бізді 1000 ғана деп тұрсың ба деп, екеуі бір-бірімен жаңағы ұрыса бастау керек еді. Бірақ олар осы сөзді дұрыс түсінгендіктен, олардың арасында біз сондай осы сөзге байланысты соғыс басталып кетті деген біз кітаптың ешбір жерінен оқымаймыз. Тағы бір мысал. Миха пайғамбардың кітабы 6-шы тарау 7-ші аят. Ол жерде біз мынандай сөздерді оқимыз. Жаратқан ие 100 000-даған қошқар, әрі 10 000-даған бұлақ болып аққан зайтын майына келіп, оны риза қылуға бола ма? Бас көтеріп теріс іс істегенім үшін тұңғышымды жасаған күнәм үшін өз перзентімді құрбандыққа шалайын ба? Әрине олай емес. Жаңа осы жердегі айтып тұрған адамның сөзі керісінше ол күнәсіне өкініп кешірім сұрап тұр.
Қайтадан мына жердегі 1000 мен 10.000 ешқандай айырмашылығы жоқ екенін көреміз. Ол айтады, мен қазір не алып келейін саған, Құдай дейді. Мен саған 10.000-даған қошқар алып келейін бе, әлде 10.000-даған жаңағы литр зайтун майын алып келейін бе дейді. Әлде мен саған өзімнің ұлымды құрбандыққа берейін бе дейді. Жаңа бұл адамның Құдайдың алдына келіп кешірім сұрап тұрғандағы сөз, бірақ менің сіздерге айтып жеткізейін дегенім, 1000 мен 10.000 ешқандай айырмашылығы жоқ екендігі. Яғни, егер осы сөздерді Саул дұрыс түсінсе, егер ол сол заманның мәдениетіне сай, өзінің заманның мәдениетіне сай, оның көзі ашық адам болса, ол жаңа осы аяттарға ренжімеуші еді. Осы сөздерге ол ренжімеуші еді. Дәуіттің жеңгені 10.000, менің жеңгенім 1000 деп болған ренжімеуші еді. Ол білуші еді, бұл жаңағы кеңінен таралған сол уақыттағы жиі айтылатын сөздердің бірі. Бұл жай өлең сөздері бізді мадақтау үшін. Керісінше ол қуанушы еді, бүкіл халық мені қарсы алып жатыр деп. Бірақ ол өзінің ақымақтығына, өзінің топастығына бола, ол өзінің бойындағы мына келесі сезімдерді дабытып, қоздырып, Дәуітті өлтірмек болады. Сондықтан, құрметті бауырластар, бұл да сіздерге бір кішкене жаңағы қалай деп айтсам, тоже шақыру. Егер сіз біреуді қызғанып бара жатсаңыз, бойыңызда бір дұрыс емес бір сезімдер, жаңағы жағымсыз сезімдер бой алып бара жатса, оның бәрі қайдан келеді? Ол бір нәрсені көп жағдайда сіз қалай ұғып алдыңыз, қалай түсініп алдыңыз, соған келіп тіреледі. Сондықтан ол жиі өстіп ойланып тұрған негізі пайдалы нәрсе. Осы менің ойлап тұрғаным, осы менің жасаған тұжырымдарым дұрыс па, дұрыс емес пе деп ойлап тұрған негізі өте пайдалы нәрсе. Егер сіз өміріңізде осы қызғаныш немесе мазасыздық, қорқыныш бой алып бара жатса, бұл шынымен рас па? Бұл әлде рас емес пе деген сұрақты қою керек. Бірақ көп жағдайда адамдар бұл рас па, рас емес пе деген сұрақ қоймайды ғой. Ол әрине рас деп, содан кейін жаңағы әрбір жағдайды өзінің тұжырымына сай әкеп қолданады. Мысалы, мен бүйтіп есептесем, 2-ге 2-ні қосу 28 деп есептесем, көшеде машина өтіп бара жатса, мен жаңағы 2-ге 2-ні қосса 28-ге деген осы бір дәлел деп қолданамын. Енді бұл адамның ақымақтығы ғой, жаңағы бұл абсурд былайша айтқанда. Сондықтан біз осындай абсурдтан аулақ болуымыз керек. Бірақ енді осы 18-ші тараудың, енді біз енді осы келі кітапты оқыған дұрыс экзегетика жасай алуымыз үшін, негізі шынайы шындық бойынша біздің аятта қазақ тілінде сол күннен бастап қызғанды деп жазылған. Ал бірақ евритте шынайы шындық бойынша қызғанды деген сөз жоқ. Ол жерде қызғаныш деген сөз жоқ. Ол жерде қолданылған сөз, вайхи шаул оен эт Давид дейді. Жаңағы оен деген сөз, айын деген сөздің түбірлес сөз. Айын деген сөзіміз көз деген сөз. Жаңағы эт Давид дегеніміз, ол нені білдіреді? Сол күннен бастап, Саул Дәуітке тесірейіп қарайтын болды дейді. Ол тесірейіп қарайтын болды дегенді нені білдіреді? Ол тек Дәуітті ғана көреді, Дәуіттен басқа еш нәрсені көрмейді. Оның өмірінде болды. Оның өмірінің басты кейіпкері Дәуіт. Ол Дәуіттің көзін құрту керек, соны ғана ойлайды. Одан басқа еш нәрсені ойламайды. Бірақ мен ойлаймын, бірақ осы семантикалық тұрғыдан немесе мән мағыналық тұрғыдан қазақ тіліне дұрыс аударылған деп. Қызғанды деп айтуға болады. Контекст бойынша оны қызғанды деуге жатқызуға болады. Бірақ таза осы грамматикалық, лексикалық тұрғыдан ол жерде қызғанды деген сөз жоқ. Бірақ осы ойды, осы біздің қазақ тілінің переводчиктары осылай жеткізіп тұр, осы ойды. Тек жаңа оған тесірейіп қарады дегенді. Енді мен оғандағы, ол иврит тілінде қызғаныш деген сөз жоқ деген сөз емес, иврит тілінде қызғану деген сөз бар. Біз оны жаратылыстың басталуы 37-11-де көреміз. Ол жерде жаңа қана деген сөз қызғану дегенді білдіреді. Сол жерде, мысалы, Жүсіптің ағалары Жүсіпті қызғана бастады дегенде, тура осы сөзді қолданылып жеткізген. Жаңа осы жаратылыстың басталуының кітабының авторы. Бірақ осы Саулдың Дәуітті қызғанған жеткізу үшін, автордың жеткізейін деп тұрғаны, соны түсіндіру үшін қарады дейді, көрді дейді. Саулдың өмірінде жаңағы сол күннен бастап Дәуіттен басқа ешкім жоқ. Оның өмірінде бір ғана мақсат, дұрыс емес мақсат, қате мақсат. Ақымақтыққа, ақылсыздыққа, кешірім сұрайын, бірақ тура топасыздыққа негізделген мақсат. Топастыққа негізделген мақсат. Дәуіттің көзін құрту болды. Бірақ қара аяғында біз білеміз, ол оның өзінің өмірін құртқанын. Енді келесі нәрсе ол мазасыздық. Біз оны 10-шы аяттан оқимыз. Келесі күні Құдай жіберген қинайтын рух Саулға қайтадан бас салып,
ол сарайында ерекше көңіл күйіне түсіп мазасызданды дейді. Енді осы жерде өте қызық негіз қолданылған. Осы бір 10-шы аятты оқысақ, 18-10 аятты оқысақ, осы мазасыздық деген сөз бойынша евритте бұл сөз бір ғана біздің аяттар былай жазылған, ерекше көңіл күйіне түсіп мазасызданды деп біз 4 сөзбен айтсақ, ол евритте бір сөзбен жазылған. Және бұл сөз сіздер үшін өте қазір бір қызық болып көрінуі мүмкін. Ол негізі наби деген сөзден шыққан, осымен түбірлес сөз. Ваит наба дейді. Ал наби деген сөздің біз пайғамбар деген білеміз. Ал егер оны біз етістікке айналдырсақ, ол пайғамбарлық сөз айтты дегенбіз. Егер таза грамматика бойынша оқысақ, таза грамматикаға сай, бұл жерде бұл аят былай аударылу керек еді. Келесі күні Құдай жіберген қинайтын рух Саулға қайтадан бас салып, Саул пайғамбарлық сөз айта бастады деп аударуымыз керек еді. Бірақ контекстке сай, біз оның білеміз, Саулдың сол жерде қатты қиналғанын. Және сол контекстке сай, және оның қиналғанын, орысша біз былай деп аударушы едік. Ол бредить ете бастады деп. Ал қазақшасы қуа бастады деп аударсақ дұрыс болар еді. Бірақ енді біздің бұл жердегі аудармашылар кішкене бұны мәдениетті тұрғыда аударған ғой, мазасызданды деп. Ол мазасызданбаған. Ол Дәуіт бір ерекше бір көңіл күйге еніп, әгі жерде Саул деген ерекше көңіл күйге еніп, қуа бастаған. Ол бредить еткен. Мүмкін ол неме тәгі шывалды мекен, белай горячка болды мекен, білмейміз не болған. Бірақ оның ақыл есі ауысып, сондай бір ұстамасы бар, сондай арқасы адам болу керек. Сондай жағдайға түсіп тұратын. Енді келесі қорқыныш, жек көру, айлакерлік. Бұның бәрі, енді қазір бұның бәрін айтып жатсақ, қазір бізде уақыт жетпей қалуы мүмкін. Енді осы жердегі бұның бәрі осындай жағымсыз сезімдер Саулдың бойын билеп тұрған. Енді осының бәрі қайдан басталды? Ана сөздерді дұрыс түсінбегеннен басталды. Дәуіттің істегені, жаңа адамдардың оның қалай мадақтаған дұрыс түсінбегеннен басталды. Және осы жерде, осы мен сіздердің көңіл назарларыңызды мына өлтіру дегенге аударайын. Өлтіру деген біз білеміз, Саул патша Дәуітті неше рет өлтірмек болды? Бірнеше рет Дәуітті өлтірмек болды. Саул. Бірақ оның бойындағы осы өлтіру дегеніміз мен жаңа ғана бүйтіп айттым, ол Дәуіттен басқа ешкімді көрмейді, Дәуіттің көзін құрту керек деп есептеді Саул патша. Бірақ шын мәнінде оның бойындағы осы өлтіру ниеті, осы қанішерлік, осындай жауыздық, оның дамығаны соншалық, ол тіпті өзінің ұлы, енді ол өзінің ұлы үшін Дәуітпен күресіп жүр ғой, ертең Джонатан патша бола алмай қалса, оның орнына Дәуіт патша болып кетсе, не істеймін деп соған қиналып жүрген адам. Бірақ осы 20-шы тарау 32-33 аятта біз мына сөздерді оқимыз. Джонатан Саулға былай дейді: ол неліктен өлтіріледі? Жазығы не еді? деп сұрады. Джонатан әкесінен сұрап жатыр. Сен Дәуітті не үшін өлтірмексің? Ол саған не істеп қойды? дейді. 33-ші аятта біз мынаны оқимыз. Сонда Саул қолындағы сүңгісін оған қадамақ болып лақтырып жіберді дейді. Бұдан әкесінің Дәуітті өлтіруге нақты бел буғанына Джонатанның көзі жетті дейді. Бізде қазақ тілінде мынандай мақал бар, таста тамыры жоқ, қанда бауыры жоқ деген. Саул осыған дейінгі осы 2-3 тарау бойы оның әрдайым айтатын сөз. Жаңағы 19-шы тарауда ол Джонатанға сөйтіп зекиді, жаңағы Джонатан Дәуіт жаңағы Саулдың жаңағы тойына келе алмай қалған кезде, жаңағы асқа келе алмай қалған кезде Саул Джонатанға сөйтіп зекиді ғой, оған сөйтіп жекіреді. Ей, сен дейді, ақымақсың, сен неғып Дәуітпен доссың дейді, ол ертең сен тағыңды тартып алады дейді. 19-шы тарауда айтады. Ал 20-шы тарауда, жаңағы менің ұлым патша болсын деп жүрген патша адам, Саул алады өзінің ұлын өзі өлтірмек болады. Яғни бұл нені білдіреді? Бұл жай ғана қызғаныш емес. Бұл деген өте сұмдық, сорақы қызғаныш. Саулдың бойындағы дамыған жаңағы жағымсыз сезім, ол жай ғана қызғаныш емес уже. Бұл уже қанішерлік. Бұл асқан қатыгездік. Оған болды, оған ешкім керек жоқ. Оған Дәуіт те керек жоқ, оған патшалық та керек жоқ, оған тіпті өзінің ұлы Джонатан да керек жоқ. Ол қанішер. 20-шы тарауда Саул ол просто қанішер. Ол өзінің ұлына да ешқандай бір аяушылық танытайын деген адам емес. Енді осы жердегі
біз Дәуітке қарайық енді, біз жаңағы кімді айтып болдық, Саулды айтып болдық, оның қандай сұмдық, қандай нашар адам екенін айтып болдық. Енді келесі біздің басты кейіпкер, өте жағымды кейіпкеріміз. Ол ақыл парасаты мол дейді. Егер осы ақыл парасаты мол дегенді, осы Дәуіттің істеген істеріне, Дәуіттің Саулға қаншалықты қызмет еткенін қарасақ, біздің тілге аударған кезде, осы 21 ғасырдың сөзімен айтқан кезде, Дәуіт өте жоғарғы деңгейлі профессионал. Ол специалист. Ол өте жоғарғы квалифицированный адам. Оған қандай тапсырма береді, ол соның бәрін келеді, барады да орындап келеді. Мысалы, кейбір адамдар болады, сен оған айтасың, ол айтады, мен істеймін, үйтем, қатырам, қырам, жоям дейді. Сен оған тапсырманы бересің, бірақ істегені қиқы, жойқы, ақыр аяғында міндетті түрде бір жері майысып, бір жері қисайып тұрады. Істегені толық емес, тиянақты емес. Ал Дәуіттің істеген істерін, жаңағы осының авторы өстіп, осылайша осындай сөздермен сипаттайды, жаңағы ол ақыл парасаты мол дейді. Ол қолында қандай не шаруа болмасын, оған Саул патша қандай тапсырма бермесін, оның бәрін тиянақты орындайтын дейді. Сонда өте жоғарғы деңгейлі профессионал басында. Одан кейін екіншісі, Дәуіттің жеке қасиеті, ол кішіпейіл адам. Оған патша екі рет жаңағы ұсыныс жасаған кезде, бірінші мен саған мерапты берем, одан кейін мен саған Михолды берем деп ұсыныс жасаған сайын, Дәуіттің берген жауабы, мен патшаға лайық емеспін ғой, мен патшаның күйеуі болатын кіммін деп өзін төмен тұтып, өзін сондай осы кішіпейілдік танытады. Егер Дәуіттің орнында осы залда отырған кез келген адам, немесе таңертеңгі бірінші, екінші қызметке келетін адам, немесе сіздің туысыңыз, досыңыз, танысыңыз, көршіңіздің танысы, құдаңыз, осы жер планетасында өмір сүріп жатқан кез келген адам, әдетте біз керісінше әрекет етеміз, Біз титтей бірдеңкені істейміз да, сен маған беретін сыйлығың қайда? Немесе кірмей жатып төрменікі дейміз. Біздің енді мінезіміз сондай бүгінгі күні. Мен бір кішкентай бір ғана істеймін де, өзімнің істегенімді өсіріп, дамытып, мен бүкіл осы бір бәрін қырып тастаған сияқты қылып көрсетеміз. Біз адамдардың негізгі ол қасиеті сондай, өзінің еңбегін тым асыра бағалайтшы, жаңағы переоценивает, орысша айтпақшы. Ал өзіміздің өмірге келіп жатқан жарылқауды, оған тұрақты, оған қалай дұрыс оны бағаламаймыз, недооцениваем, орысша айтқандашы. Бірақ Дәуіттің осы жерде көрсетіп тұрған мінезі, ол өте кішіпейіл адам. Бірақ дегенмен біз білеміз, Дәуіттің кішіпейілдігі, жаңағы оның профессионализмі, оның да ұзаққа жетпеген. Ол патша болғаннан кейін біз оны білеміз, оны қандай әрекеттер жасаған, қалай құлағанын, қалай чалынғанын біз бәріміз білеміз. Ол бізге қазақтың басқа бір мақалын есімізге түсіреді, жаңағы семіздікті қойғанда көтереді деген. Бірақ Дәуіт әлі семіз емес кезінде, даңқы әлі аспай тұрған кезде, артпай тұрған кезде, даңқты деген сөз және семіз деген сөз ивритте екеуі бір сөз. Сондай Дәуіттің жаңағы даңқы артпай тұрған кезде ол өте кішіпейіл адам болатын. Бірақ Құдайдың бізден қалайтыны, біздің даңқымыз артқан кезде де, даңқымыз өскен кезде де, біз патшалыққа ие болған кезде де әрдайым кішіпейіл болып қалғанымызды қалайды. Енді Дәуіт пен Саулды салыстырайық. Осы біз оқыған аяттар бойынша, 18-19 тарауларда біз Дәуіттің бір ғана қасиетін көреміз. Ол кішіпейілдік. Ал Саул патшаның қасиеттері, оның мінезі, жаңағы оның өзінің бой алдырған сезімдері, немесе өзінің көзқарасы, оның бәрін алар. Қызғаныш, мазасыздық, қорқыныш, жек көру, айлакерлік және ең соңғысы өлтіру. Енді біз бұл оқиғадан қандай сабақ аламыз? Біріншіден, біз басқаның жетістігіне шын жүректен қуануымыз керек. Біз бұл жерде, осы келі кітапты оқыған кезде, бір жақсы нәрсені көрген кезде, осы үйренудің екі түрі бар. Біріншісі, мен бір жақсы нәрсені көремін да, соған ұқсауға тырысамын. Немесе мен бір жаман нәрсені көремін да, содан алшақ болуға тырысамын, содан қашуға тырысамын. Соның менің өміріме кіріп кетуден, соның алдын аламын. Мен оған ұқсамауға тырысамын. Кейде менің әйелім бір жерден бір тамақ заказ береді ғой, ресторандан бірдеңеденші. Маған ұнамаса мен айтамын, мынаны есіңе сақтап алшы, мына ресторанды деймін. Неге дейді? Енді келесі жолы осы жерден случайно заказ беріп қалмайық деп. Енді осы жерде біздің үйренетін сабағымыз, жаңағы орысша айтқанда от обратного. Яғни біз ең бірінші алатын сабағымыз Саул сияқты болмауымыз керек. Егер жаныңызда бір адам, маңайыңыздағы досыңыз, туысыңыз,
әріптесіңіз, көршіңіз, мүмкін бір танитын жақын танысыңыз, алыс танысыңыз қандай жетістікке қол жеткізсе де, қуаныңыз. Сол адам үшін бата тілеңіз. Егер біреу, мысалы, мен білмеймін, бір лотереядан 10 миллион ұтып алсаңыз, 20 миллион ұтып алса екен деп, оған ақ бата тілеп, Құдайдан жарлыққа сұраңыз. Егер біреу жаңағы үй салып алыпты, немесе джип сатып алыпты десе, енді келесі жаңағы Rolls-Royce сатып алсын деп мақтаңыз. Немесе біреу жаңағы Европаға кетіп қапты десе, келесі жолы баратын жері жаңағы Америкаға жетсін деп тілеңіз дейді. Осы Америкаға жетсін деп тіле демекші. Осы бізде 2-3 күн бұрын бізде жанұялық қауымда отырмыз. Біздің үйде ше. Енді оның арасында бір американдық досымыз бар. Және біздің бір қарындасымыз айтады да, вот менің арманым Америкаға бару деп. Енді американдықтың сұрағы ше өте сондай американский сұрақ. Енді американдықтар ренжімесін. Ол сұрақ ше, сен не үшін барасың, қашан барасың, барғанда не істейсің дейді, өте американский сұрақ қояды. Мен айтамын да, сендер түсінбейсіңдер деймін. Біз үшін, қазақтар үшін, тек қана қазақтар үшін емес. Осы әлемнің осы жағында өмір сүріп жатқан адамдар үшін жай Америкаға барудың өзі ол өте үлкен жетістік. Бізге бәрібір ол, сен онда барып не істейсің, қалай барасың, вообще қызықтырмайды. Ол ондай прагматичный сұрақ қоймаймыз. Просто мен қазір мен Америкаға барып, мен Нью-Йорк мынаудай көрсетсе, сол үшін мен вау, Құдайға рахмет, мен как будто бір $1 миллион ұтып алған сияқты қуанамын. Ал американдықтар оларды ондай түсінбейді. Енді олар енді осы әлемге әмірін жүргізіп тұрған мемлекет, олар мен бір жаққа барғым келеді деп тіпті армандамайтын да сияқты. Барғым келсе, мұны бару керек болса барам, бару керек болмаса бармаймын. Ол жерге жаңағы бару керек деген, немесе соған барып қол жеткізе алмай жүрмін деген олар үшін ондай арман емес. Ал біз үшін ол өте үлкен арман, біз қазақтар үшін. Сол сияқты. Егер біреу жаңағы Америкаға барсын, Монте-Карлоға барсын, қайда барсын, жаңағы біреудің өміріне қандай да бір жақсылық келмесін. Біреу мысалы 10 мың емес 100 мыңды, 1 миллионды, 1 миллиардты жеңіп тастаса да, шын жүректен өтірік қуану емес, шын жүректен қуанып бата тілеңіз. Сол кезде сіз Саул сияқты болмайсыз. Сол кезде сіз Саул сияқты болмайсыз. Саулдан бөлек боласыз. Келесі, қудаламау. Ешкімге қудалау жасамаңыз. Егер сіз қуануға шамаңыз жетпесе, жарайды, қуанбай-ақ қойыңыз. Бірақ басқаның жақсылығы үшін, басқаның өміріндегі жарлыққа қуану деген ол деген высший пилотаж. Бірақ егер сіздің оған шамаңыз жетпесе, оған қауқарыңыз жетпесе, ішіңіз ондай тым тар болса, сыймайды басқаның өміріндегі болып жатқан жақсылық сіздің ішіңізге. Онда олай болып тұрса, онда кемінде хотя бы қудаламаңыз. Қудаламаңыз. Ешкімге бұлай күн көрсетпей, оны кездескен сайын кекетіп, мұқатып, төмендетіп, ондай нәрсенің істеудің қажеті жоқ. Кейбірде адамдар солай ғой, мысалы біреудің бір кішкенеге қол жете қалса, сен сөйтіп, сен бүйтіп деп әгін төмендете бастайды. Жаңағы оның жетістігін жаңағы бір бағасыздандыра бастайды, оны құнсыздандыра бастайды. Ондай нәрсемен ешқашан айналыспаңыз. Сол кезде сіз Саул сияқты болмайсыз. Себебі мен сіздің осы жерден отырып сұрасам, сіз Саул сияқты болғыңыз келе ме, әлде Дәуіт сияқты болғыңыз келе ме десем, сіз барлықтарыңыз айтасыздар, Дәуіт сияқты болғыңыз келеді. Саул сияқты болғыңыз келе ме десем, сіз айтасыз, жоқ, мен Саул сияқты болғым келмейді дейсіз. Ал егер сіз Саул сияқты болғыңыз келмесе, мына екеуін істемеңіз. Біріншісі басқаның жетістігіне қуаныңыз, оны қызғанбаңыз. Ал екіншіден қудаламаңыз. Сол кезде сіз Саул сияқты болмайсыз. Ал енді жаңағы келесі екеуі, ол қудалауға төзу. Және Құдаймен бірге болу. Бұл Дәуіттің жаңағы көрсеткен несі, Дәуіттің көрсеткен мінезі. Білесіздер ме? Саул Дәуітті 2 рет өлтірмек болды. Осы біздің 18-19 тарауларда. Енді қараңыздаршы, Дәуіттің қолында не болды? Және Саулдың қолында не болды? Саулдың қолында кісі өлтіретін, қан төгетін найза, сүңгі. Ал Дәуіттің қолында не болды? Аспап болды. Ол аспаппен не істеп отырды? Ол Құдайды мадақтап отырды. Ана жерде Саул отыр, қуып отыр. Өзінің қате түсінгендігіне ойлан. Топастығына бола, Саул қуып отыр. Ал Дәуіт Құдайды мадақтап отыр. Құдаймен бірге болу осыдан басталады. Егер сіздің қолыңыз, сіздің аузыңыздан шығатын сөз, сіздің айтатыныңыз, сіздің жүрек ниетіңіздің қалауы, ең біріншіден Құдайды мадақтау болса, егер сіз Құдаймен бір болсаңыз, ол керісінше былай болады. Сіз Құдайды мадақтайсыз. Сіз Құдайға ризасыз. Сіз Құдайға рахмет айтасыз. Соған бола, Құдай сізбен бірге болғандықтан, сіз Құдайды мадақтайтын адам болғандықтан, сіз Құдайды мадақтаушы болғандықтан, сіз кез келген қудалауға төзіп бере аласыз.
Одан кейінгі қадам ретінде сіздің жауыңыз жоқ, сіз ешкімді қудаламайсыз. Ал егер біреудің өмірінде бір жарлыққа болып жатса, сіз керісінше ол үшін қуанып, Құдайдың атын одан бетер мадақтайсыз. Басқа біреудің жақсылығы үшін сіз Құдайдың атын мадақтайсыз. Сондықтан, құрметті бауырластар, мен бүгін сіздерге айтайын деген осы қысқаша уағыз осы. Біріншіден басқаның жақсылығы үшін қуану, ал екіншіден біз әрдайым Құдайды мадақтайық.